Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қадірменді жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионатының тұрақты кезеңі жалғасып жатыр. Біз бүгін 29-шы тур аясындағы Ордабасы мен Тұлпар арасындағы кездесуді тамашалаймыз. Шымкенттегі Металлург спорт кешені. Бұл командалардың 2025 жылдағы екінші текетіресі болмақ. Қарағандыда Тұлпар нағыз сенсация жасап, Ордабасыны жеңген болатын. Енді бүгін паркеттегі қысымына қарамастан барын салып ойнайтынына кәмілі сенімдіміз. Сонымен қазының ысқырығы естілді. Ордабасы Тұлпар арасындағы матч бастауын алды. Алғашқы бестікке тоқталайық. Ордабасыда Иван Белимов қақпада бүгін салған беттен Ордабасы шабуыл ұйымдастырған еді, бірақ қақпаға допты бақтай алған жоқ. Иван Белимов қақпада. Қақпаға соққы. Рашидов орнында. Елерме Фалькао. Екі бірдей футболшының қыспағында қалып қойды. Артқа қайтаруға мәжбүр. Ой, қазір Тұлпар шабуылда соққы. Анчаков үлгермеді. Ордабасы қарымта шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Фалькао соққы. Тамаша мүмкіндік. Тағы да Магомед Абдурашидов командасын құтқара алды. Анчаков. Қазір Фалькао допты ойынға қосады. Ортаға пас Қапталға берді. Пиала, жасып пас! Гол емес, бірақ! Магомед Абдурашидов! Нұрабек алға, Розенский артқа берді соққы. Кайо Оливейра тепкен, бірақ Магомед Абдурашидовтың Иван Белимов. Байзақов қауіпті соққы бағыттады, дегенмен Магомед Абдурашидов орнында. Ой, тамашалда өтті қарсыласын соққы. Тағы бір пас. Бірақ қақпаның маңынан ешкім табылған жоқ. Ордабасының 12-ші нөмірі. Черномордовқа қарсы Владислав Талдауға тырысып жатыр. Тезіріп топтан құтылу керек секілді, әйтпесе қыспақтың астында қалып қойды. Александр Бондаренко. Ойын тәртібі бұзылмаған. Тұлпар 3-1 шабуыл. Черномордов пас. Фалькао тамаша ойнады. Және Мәлібеков. Қауіпті. Иван Белимовтың қолынан теуіп жіберу әбден мүмкін еді осы сәтте. Одан бөлек қазақстандық екі футзалшы Ордабасымен келісімшарт жасасты. Соққы қауіпті. Бар қақпашысы тағы да командасын құтқара алды. Қазір қателесті Тұлпар. Фалькао. Доп қақпадан биік кетті. Жақсы шабуыл ұйымдастырды. Бразилиялық легионер өзі бастады бұл шабуылды өзі. Пиала қателесті. Қазір Дүйсенбе соққы. Тағы бір сейв. Екінші таймда қандай керемет ойын көрсетіп жатыр Ордабасы қақпашысы Иван Белимов. Ал бұл жерде Тимур Мәлібек. Алыстан соққы. Гол! Бауыржан Өмірбаев матчтағы алғашқы голдың авторы. Сен соқпасаң, саған соғады. Футзалда да дәл осы қағида бар. Жаңа ғана бірге бір шығып гол соғылмаған Тұл сырт алаңда. Қазір Ордабасы шабуылда. Пас, гол керек, соққы. Тағы бір мәрте тебуге болады, бірақ Абдурашидов үлгерді. Жақсы мүмкіндік бар қазір Тұлпар шабуылда. Анчаков тебе алмады, доп қолға тимеді ме? Доп Пиалының қолына тимегенсе. Пиал мен Абдурашидов арасындағы текетірес. Қақпаға соққы. Абдурашидов құтқарды командасын. Бірден өл есебі сақталып қалай бер. Мәлібеков ортаға. Розенский соққы. Гол! Ордабасы есепті 2-0 қылды. Лукас Розенский топты өз қақпасының алдында тұрып келген еді, бірақ капитан
қиыс тепті. Осылайша кездесуде аяқталды. Ордабасы Тұлпарды 2-0 есебімен жеңді. Бауыржан Өмірбаев пен Лукас Розецкий бұл голдардың авторы. Ордабасының 4 матчқа созылған жеңіліс сериясы осылай аяқталды. Ал ертең дәл осы Металлург спорт кешенінде Ордабасы мен Тұлпар екінші мәрте жолығады. Сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.